Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздерге AliExpress сайтында атап өтілейін деп жатқан өте ауқымды бір акциямен таныстырмақшымын. Ол мінекей 11 қараша күнгі өтейін деп жатқан бүкіл әлемдік шопинг күні, яғни сатып алу күніне орай ұйымдастырылып отырған үлкен акция. Бұл акция мінекей көптеген тауарларға жеңілдік береді, және осы акция аясында осы AliExpress сайтында ойнатылып жатқан неше түрлі ойындар бар, жаңа купондар ұтып алып, сол купонды осы 11 қараша күні болатын акция кезінде қолданып біраз жеңілдіктер алуға болады. Ол акциялармен танысу үшін алдымен осы AliExpress сайтына кіріп, мына жерде мінекей слайд бар. Сол жердегі слайдтарды қарап отырып таныссақ болады. Мінекей ең алғашқысы мінекей добро пожаловать в страну игр дейді. Яғни осы AliExpress сайтында болып жатқан ойындар. Бұл ойындарды ойнау үшін алдымен осы AliExpress сайтында авторизация жасауымыз керекпіз. Осы мінекей мына жерде войти батырмасын басып, осы AliExpress сайтында авторизация жасап аламыз. Мінекей мына жерде көріп отырсыздар, мінекей играйте и выигрывайте. Разыгрываем купоны суммой 4 миллиона долларов. Яғни суммасы 4 миллион болатын купондар ойнатылмақшы. Мінекей авторизация жасап кірген соң, мінекей мына жерде бір қалашықты көреміз. Бүгін енді бұл акцияның осы ойынның жүріп жатқанына 3-ші күн. Бұл жерде мінекей әр мемлекетте саяхат жасап, ойын бойынша әр мемлекетте саяхат жасап, сол мемлекеттегі қалаларды аралап, сол әр қаладағы магазиндерге кіріп, өзіміз мынандай монета ұтып аламыз, яғни тиындар ұтып аламыз. Мінекей бүгін мінекей алдыңғы күні ақш-та болған, кеше Турцияда болды, бірақ мен қатыса алмай қалдым. Уақыт жетпей, бүгін мінекей Испанияда болып жатыр екен. Мінекей мынау Испанияның қаласы, бір қаласы әйтеуір. Осы қаласының ішіндегі магазиндерге кіріп, сол магазиндерге подписка жасаймыз да. Мінекей подпишись на магазин и получи 10 монет. Осы магазинге подписка жасап, монета ұтып аламыз, яғни тиын ұтып аламыз. Мен бұл магазинге подписка жасалып қойылған екенмін, сол үшін маған бермей жатыр. Қазір басқа магазинді көрелік. Подписка жасалдым, маған 10 монета берді. Осы сияқты мінекей барлық осы магазиндерге кіріп, подписка жасап шығамыз, әр магазиннен осындай 10 монета алып отырамыз. Менде мінекей қазіргі уақытта 2500 монета жиналған. Бұл енді күн сайын кіріп отыру керек. Мінекей Испания, ертең Южная Корея, Нидерланды, сол сияқты мінекей 10 қарашаға дейін осындай жерде көрсетілген барлық мемлекеттерді аралап шығамыз. Мына жерде мінекей мои выигрыши дейді. Бұл жерде жаңағы ұтып алынған мінекей монетамыздың жалпы саны. Бұл монетаны мінекей әр күн сайын мынандай купондарға айырбастап алсақ болады. Мінекей мына 1000 монетамызды мінекей 10 долларлық купонға айырбастап алсақ болады. Бұл купонды мінекей 69 доллардан асатын тауарларға ғана пайдалана аламыз. Мінекей 7 долларлық купонды 49-дан жоғары тауарларға ғана пайдалана аламыз. Мінекей бұл купондарды сатып алудың өзі де біраз жылдамдықты талап етеді. Өйткені тәулігіне бір уақыт қана беріледі. Сол осы купон тарату уақыты бастала салған сәтте алып үлгеруіміз керекпіз. Мінекей және спецкупоны деген бар. Бұл жерде жаңа ойындарды ойнап жатқан кезде спецкупоны көп береді. Мінекей менде біраз купондар жиналып қалды, 2 долларлық. Бұл енді дәл 11 қараша күні жаңа акция жүріп жатқан кезде пайдалануға болатын осындай купондар 2 долларлық скидка береді. Бұл 2 долларлық купондар өздері автоматты түрде қолданылады. Дәл 11 күні сауда жасап жатқан кезде жаңағы сатып алынған тауардың сомасынан 2 доллар автоматты түрде алынып тасталынады. Және AliExpress-тің өзінің купондары бар. Жаңағы мына жерден егер купон ұтып алатын болсақ, осы купонымыз мына жерде шығатын болады. Менде әзірше купон жоқ. Және магазиндердің купондары бар. Әр магазинге кіретін болсақ, мінекей жаңағыдай. Мысалы мына магазинге кірейік. Жазылып тұр. 2 долларлық, 5 долларлық, 12 долларлық мінекей купондар бар. Осы купондарды ұтып алатын болсақ, мінекей осы жерде шығып тұрады бізде. Және магазин на удачу дейді. Осы жердегі кез келген магазиндердің бірі ашылып, мінекей жаңа купондарымыз. Жаңа алдыңғы магазинде дұрыс көрінбеді. Мына жерде мінекей толықтай ашылды. Получить купон десек, мінекей жаңа купонымыз бізде пайда болатын болады. Және күн сайынғы ойналатын мінекей задача дня деген бар. Яғни күн тапсырмасы. Мінекей бұл жерде 14 задача бар. 14 тапсырма. Оның біріншісін мен өттім, екіншісін кеше айтып өткендей өте алмадым, уақыт болмады. Мінекей бүгінгі
тапсырманы өтіп қойдым мен, өйткені мінекей лайкните подборку от покупателей дейді. Енді келесі күннің тапсырмасы ол мінекей настройте уведомления о быстрых сделках. Мына жерде вперед деген басатын болсақ, мінекей быстрые сделки деген парақшаға лақтырады. Сол жерде еске салу уведомлениені қосамыз. Сол кезде бізде тапсырма орындалған болып есептеледі де 10 монета береді. Келесі күнгі тапсырыс мінекей өзіміздің профильде өзіміз туралы жазамыз, оған 30 монета береді. Сол сияқты көптеген мінекей тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды орындасақ бізге осындай тиындар береді. Сол тиындарды ойын ойнауға не болмаса жаңағыдай купондар ұтып алуға пайдалансақ болады. Және бұл енді ойындар туралы болды. Ең бастысы бұл жерде скидкалар мінекей, скидка 75%-ға дейінгі мінекей жеңілдіктер деп тұр. Бұл жерде көбі біреулері бағалары өте көтеріліп тасталған, кейбіреулері мінекей шынымен де арзан баға сатып жатыр. Әртүрлі баға бар. Бұл жерде қараған кезде ең бастысы басқа магазиндермен, жаңағы басқа жерлерде, осы Алиэкспресстің ішінде болсын, басқа интернет магазиндер болсын, жаңағы Gearbest, Banggood деген сияқты. Сол магазиндердегі осы Алиэкспресстегі басқа саудагерлердің бағасымен салыстырып көріңіздер. Сол кезде шынайы бағасы белгілі болады. Шынымен төмендетіп жатыр ма, әлде жай ғана көрсетіп жатыр ма. Мінекей мына жерде қараңыздар, скидкалар жүріп жатыр. Мінекей Meizu Pro 6 $285, $286. Жақсы баға деп ойлаймын. Әйтпесе осыған дейін 330 сондай доллар тұрған болатын. Бірақ бұл енді ақ версиясы болу керек. Қара версиясы $303 тұрады, әлі күнге дейін қымбат. Осы Алиэкспресстегі акцияның басты бетіне өтетін болсақ, қараңыздар, 11 айдың 11 күні миллиондаған тауарлар, мыңдаған брендтер және распродажа дейді. Осы жерде біраз дүние көрсетілген. Осы жерде осы тауарлар көрсетілген магазинге өтіп, бағаларын көрсек болады. Көптеген тауарлар көрсетілген, брендтер. Мына жерде қараңыздар, Action камера UI 4K дейді. Яғни бұл Xiaomi'дің осы GoPro'ға конкурент ретінде шығарған Action камерасы. Бұл камераны көптеген адам мақтап жатыр. Функционалы, жазу сапасы барлық жағынан мақтап жатыр GoPro'ға. GoPro'дан кем жазбайды дейді. Және өзінің сенсорлы экран барлық. GoPro 4-ші GoPro'дан да өзінің артықшылықтары бар. Бірақ соған қарамастан бағасы арзан GoPro'ға қарағанда. Әлде қайда 2-3 есе арзан, $209 деп тұр. Және мінекей Xiaomi тауарларының акциясы бағалары осы жаңа жақында ғана шыққан Mi 5S деген Xiaomi'дің смартфоны, Snapdragon 821 процессорында жасалған. Мына Sony IMX 378 дейді. Мына жаңадан шыққан Google Pixel'ге қойылған камера мынау. Осы дәл қазіргі сәтте бұлар $320-330 сатылып жатыр. Ең арзаны, бірақ 11 күні $295 сатылайын деп жатыр екен. 1000 штук қана бүкіл әлем бойынша. Сондықтан егер алатын ойларыңыз болса, дәл 11 қараша күні осы смартфонды алуға үлгеріп қалуға болады. Және келесі мінекей Xiaomi Redmi Note 4 дейді. Бұл жаңадан шыққан, осы биыл ғана шыққан смартфон. Redmi Note линейкасын білетін шығарсыздар, өте жақсы смартфондардың бірі. Мінекей бар болғаны $135. Бұл енді кіші моделіне 2 гигабайт азы, 16 гигабайт жатысы. Бірақ $135 өте жақсы баға деп ойлаймын. Аккумулятор 4000 мА, Full HD 5,5 дюйм. Тек бұл жерде процессоры Snapdragon емес, жаңағы MTK-ның топовый процессоры X20 деген процессор қойылған. Және бас арт жағында сканері бар, саусақ іздерін тексеретін. Корпусы толықтай металл, және дизайны Xiaomi Redmi Note 3-ке қарағанда әдемірек жасалған. Және Xiaomi Mi Band 2 $23 сатылады. Бұл $23 деген өте арзан баға. Дәл қазіргі сәттегі өзі зауыттың бағасы шамамен, егер ұмытпасам, 22 немесе $24 болу керек. Сондықтан бұл өте жақсы баға деп ойлаймын. Егер алғыларыңыз келіп жүрген болса, осы 11 күні алып алсаңыздар болады. Және мінекей мына жерде Xiaomi Mi Pad'тың планшеті бар. Бұның форм-факторы дәл iPad сияқты, 7,9 дюймы, ретина экран дейді. Яғни экран өте четкий.
бұл игровой ойынға арналған планшет деп есептеледі. Бұның ішінде жаңа процессор NVIDIA Tegra деген процессор қойылған, ойындарды өте жақсы көтеретін планшет. Егер сіздерге ойынға арналған планшет болса, осы Xiaomi Mi Pad алсаңыздар болады. Және мінекей Redmi 3S деген смартфон сатылып жатыр. Мінекей $105 бар болғаны. Қазір бұл смартфондар ең арзаны $115, $120, $130 сатылып жатыр. Ал біздің елімізде, Алматыда, ұмытпасам, 60 мыңнан сатылып жатыр. 60-70 мыңнан сатылып жатыр. Мінекей Белый ветер магазинде өзім көрдім жақында. Және Redmi Note 3 Prime дейді. Бұл енді Snapdragon процессоры қойылған, өте ойынға арналған смартфон десе болады. Ойынды өте жақсы көтеретін мықты смартфон. $150. Және үлкен 6.4 дюймді экраны бар, 4850 мАh процессоры бар. Үлкен планшет сияқты смартфон. Және сол сияқты Meizu'дың де тауарлар сатылып жатыр. Бұл жерде Meizu M3S дейді. Бұл шатаспасам $99. $100 сатылып жатыр. Өте арзан баға. Meizu U20 дейді, 5,5 дюймдық, корпусы әдемі. Осындай смартфон $136. Бұл шатаспасам қазір $150 шамасында сатылып жатыр. Және M3 Max дейді, $219. Және Pro 6 $300 сатылады. Шатаспасам осы қара версиясы болу керек, $300 сатылатын. Және MX6 $240 сатылайын деп жатыр. Осы сияқты көптеген тауарлар арзан бағалармен сатылады. Егер кіріп, осы AliExpress'тің сайтына кіріп, осы жерде акция туралы көптеген разделдары бар. Соларға кіріп қарасаңыздар, көптеген осы арзан бағамен сатылайын деп жатқан тауарларды көресіздер. Сол тауарларды өздеріңіздің корзиналарыңызға салып қойып, егер алатын жағдайларыңыз болса, ойларыңыз болса, дәл 11 қараша күні сатып алсаңыздар болады. Өте жақсы бағалармен, өте арзан бағалармен сатып алуға мүмкіндік бар. Мына жерде осы распродажа 11 қараша күнгі сатылымға арналған алдын ала план десек болады. 3 қарашаға дейін играйте и выиграйте купоны дейді. 4-7 қараша күні анонстарын көрсетеді екен. Яғни мына жерде көрсетілген анонстар бұл барлық тауарларға арналған анонстар емес, бұдан да әлі көптеген тауарларға анонс болады деген сөз. Және 8-10 қараша күні купоны за полцены дейді. Мысалға $100 купонын $50 сатып алуға мүмкіндігіміз бар. Яғни ол дегеніміз, біз $100 купонын $50 сатып алатын болсақ, біз өзімізге $50 үнемдейміз деген сөз. 11 қараша күні сатылымның өзі. Достар, әзірге осы, өздеріңіз кіріп қараңыздар. Мына жердегі көрсетілген басқа да бөлімдерге кіріп қараңыздар, көріңіздер, көптеген скидкалар болып жатыр. Өздеріңізге керек тауарды осы жерден арзандатылған бағамен тауып аласыздар деген ойдамын. Әзірге осы, назарбат көргендеріңіз үшін көп рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайктарыңызды де аямаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Мен дұрыс нәрсе жасап жатырмын ба, жасамай жатырмын ба, соны білетін боламын. Және каналға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына қойсаңыздар болады. Және де ВКонтактедегі тобымызға қосылып, сол жерде өздеріңіздің мәліметтеріңізбен бөліссеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, сол жерде қойсаңыздар болады.